750-ге жуық жасөспірімнің басы қосылған, 6 мемлекеттің айтулы командалары бас қосқан Алматы төріндегі Айбын жиынның алғашқы жарыс күні тартысқа толы болды. Қатысушылар ұлттық спорт түрлерінен кіл мықтыдан кім мықтына анықтау мақсатында күш сынасты. Асық атуда сақасын сайлап келген ұландар ұтысқа таласса, ал бұрымды бойжеткендер бестас ойынында озық ойыншыны анықтады. Бір қатар жаз ләңгі тепсе, бір тобы алтыбақан теуіп әуелете ән салды. Смарт сарбаз сайысында сынға түскен санасы сәулелі сайыпқырандар робототехникаға деген тың көзқарастарымен таңдай қақтырды. Мен бүгін робототехникаға қатысып жатырмын. Бұл робототехникаға өзімнің роботымды ұсынып кетсем, бұл робот тұман тактикалық роботы деп аталады. Бұның басты идеясы алыс қашықтықтан мина немесе бомбаларды атуға байланысты. Айбынға қатысып жатқаныма бірінші рет қатысып жатырмын. Бұл айбын өте қатты ұнап жатыр, өте жақсы әсер беріп жатыр. Біздің дайындығымыз өте жақсы болып келді. Осы дайындығымызда 2 сбор өттік, және де командамызбен өте жақсы дайындалып келді. Абай қырандар әскери патриоттық клубының атына мінекей тамаша сыйымызды. Әртүрлі ұлт өкілдері жиналған жастар құрылтайында қонақтар бір-біріне естелік кәдесыйларын тарту етіп, қатысушы команда өкілдері бүгінгі күн туралы ойларын ортаға салды. Сегодня у нас были уже почти 3 этапа, и в каждом этапе мы почти выиграли, хотел сказать. Было очень классно, болели за наших, и эмоции вообще супер. Жарыс өте керемет деңгейде өтуде. Өзіміздің қырғыз, орыс, белорус бауырларымызбен көрісіп, жақын танысып, достығымызды нығайтудамыз. Жалпы ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Жарыс өте керемет деңгейде өтуде. Бәріне рахмет айтамыз. Жазды күні мақпал желі жанға майдай жағатын Алматы төрінде ашық аспан астында сәлем Айбын мерекелік концертінде алғашқы жарыс күнінің нүктесі осылай қойылды. Ән салып би билеген көкірегі бақытқа, көзі қуанышқа толы жарыс қатысушылары көтеріңкі көңіл күймен тарқасты.